Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келдіңіздер. Біз қазір алмұрт туралы керемет тақырып қозғамақпыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Алмұрттың құрамында В тобындағы барлық дәрумендер, сонымен қатар С, PP дәрумендері көптеп кездеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, ванадий, молибден, никель, фтор, йод секілді пайдалы элементтер өте көп. Оның жазғы сорты марганецке, ал қысқы сорты темірге бай. Үнді ғалымдары алмұрттың жас жапырақтарында фенол болатынын айтады. Баяғы замандарда бұл жапырақты жұлып саңырауқұлақ ауруларының тері қабынуының алдын алған. Алмұрттың жапырақтарын барлық елде тершеңдікке қарсы қолданады. Алмұрт шырыны аптап ыстықта шөліңізді қандырады және дене температурасын тұрақты ұстайды. Бұл жеміс күйзелісті жеңіп, көңіл күйіңізді көтереді және жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Ол үшін күніне жарты стақаннан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Іш өтіп ауырған кезде алмұрт кеселі өте пайдалы. Оны әуелі жинап, кептіріп, қағазға сақтап, салқын жерде ұстаған дұрыс. Алмұрт қайнатпасы және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытымен пайдаланып, тастан біржола құтылуға болады. Алмұрттың жалпы айта берсе пайдасы өте көп, бірақ барлық нәрсенің, яғни пайдасы мен зияны қатар жүреді. Сол себепті енді алмұрттың зиянды жағына келсек. Алмұртты майлы немесе ысталған тамақтан кейін бірден ішу ұсынылмайды. Олар бұл жағдайда ас қорытуды айтарлықтай қиындатады. 2-3 сағат күткен дұрыс. Мұндай ынталандыру ауру тағамдарды жақсы сіңіруге, тоқырау процестерінің болмауына әкеледі. Шамадан тыс жемістерде сірке қышқылы жиналуы мүмкін, бірақ сау адам үшін оның концентрациясы төмен және маңызды емес. Қарсы көрсетілімдер тек қолданудың жеке түрлеріне қолданылады. Сонымен ойық жара, гастрит және колитпен сіз шикі жемістерді жеуге болмайды. Іш қату жағдайында алмұрт шырынын немесе компот ішу ұсынылмайды. Алмұрт аллергиясы болуы мүмкін. Алмұрт гипоаллергенді жеміс тобының мүшесі, алайда бұл тәуекелдердің болмауы дегенді білдірмейді. Нағыз аллергия жағдайлары кейде тіркеледі. Сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Алдымен кішкене алмұрт пюресін беру керек, содан кейін баланың жағдайын қарау керек. Ал осымен бүгінгі алмұрт туралы қозғаған тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамыз. Егер сіздерге видео ұнаса, арнамызға жазылып, пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.